Әрине бұл сұрақтың жауабы сіз алғыңыз келетін ұпайға байланысты. Мен көрген оқу орындарында кемінде ең төменгі сұрайтын ұпай 5-тен 0. 5-тен 0 алу үшін сізде кемінде pre-intermediate болу керек. Elementary мен 5-тен 0 ала алмайсыздар. Бәрібір pre-intermediate көтеру керек. Ал егер 6-тан 0, 6,5 алғыңыз келсе, intermediate, 7-тен 0, 7,5 алғыңыз келсе, upper intermediate болу керек. IELTS деген 4 бөлімнен тұратын емтихан. Listening, тыңдау, reading, оқу, writing, жазу және speaking, сөйлеу. Әрқайсысына терең дайындық керек. IELTS емтиханның ұзақтығы 3,5 сағат. Негізгі бөлігі main test деп аталады. Тыңдау, оқу мен жазудан тұратын. Ұзақтығы 2 сағат 40 минут. Және сөйлеу, speaking test ұзақтығы 11 мен 15 минут арасында. Сонда шамамен бүкіл емтиханды тапсыруға сізде 3,5-4 сағат кетеді. IELTS сертификаты 2 жылға жарамды. 2 жылдан кейін оны қайта тапсыру керек. Егер әрине басқа жерге тапсырамын десеңіз оқу орнына.